Балалық шақта адалдылық, әдептілік, әділеттілік сияқты ұғымдар қалыптасады. Балалық шақтың қандай болғанына көп жағдайда адамның қалай өсетіні және оның болашақ өмірі қалай дамитынына байланысты. Кеңес одағында балаларда смартфондар, планшеттер, компьютерлік ойындар болған жоқ, бірақ олар ешқашан жалықпаған. Кішкентай кеңес адамы бақытты болып өсті. Ол 2 айға толғаннан кейін оны балабақша күтіп тұрды. Оны ұжымда өмір сүруге, мектепке дайындалуға, жан-жақты дамытуға үйретеді. 20 жылдары КСРО-да ауланың бар үйлері салына бастады. Онда өз алаңдары, балалар және спорт алаңдары болды. Үйлердің тұрғындары бірге мұз айдындарын құйып, мұз төбекшіктерін салды. Ақ қалам үстіндегі және өздерін және басқа адамдардың балаларын өсірді. Балалар өздерінің жолдастарына арнайы аула отбасы мүшелері ретінде қабылдады. Барлық үшін және барлығымыз үшін ұраны болды. Оның жазылмаған заңдары болды. Өтірік ұрмайды, алғашқы қанға дейін күреседі, сатқындар мен жексұрындарды жек көреміз. КСРО-дағы білім ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең үздіктердің бірі болып саналды. 1958 жылы американдық Life журналында эксперимент жүргізілді. 1 ай бойы шетелдік тілші мәскеулік оқушы мен оның Чикагодағы құрдастарының оқуын қадағалады. Кеңес мектебіндегі пәндер тізімі американдықтардың қарағанда әлде қайда маңызды болды. Ал кеңес оқушысы олардың барлығында жақсы үлгерім көрсетті. Журналистер кеңестік мектеп оқушы американдықты 2 жылға білім алды деген қорытындыға келді. Негізгі мектеп құжатымен күнделікпен қанша күлкі мен көз жасы байланысты. Үздік баға алса мақтан тұтты, ал 2 бағасын алса ата-анасын жасыруға тырысты. Мектептегі қылмысқа баруға тура келді. Екеуі жай серпімді жолақпен жолды немесе жақсы бағаға түзетілетін. Әсіресе ақылды адамдар ағартқыштың көмегімен бағаларын шығарып немесе жайып парақтарды жұлып тастаған. Мектептегі ең танымал шпаргалкалар болды. Гармошка тәрізді жиналып тұрады. Оны жазу үшін кішкентай қолжазба немесе керемет шыдамдылық қажет болды. Әр бала жақсы оқитындардың сыйақы берілетінін білді. Әдемі хаттар, фотосурет мектеп құрмет тақтасында ілінетін. Олар сондай-ақ Арктикке, Қара теңізге жолдама бере алатын. Қалай болғанда да мемлекет кішкентай, кеңестік адамы жақсы оқуға итермелейтін. КСРО балалары мектепке не кию керек екен ойламады. Форма бәрінде бірдей болды. Оларда ақ көйлек, шалбар және пиджак болған. Кәдімгі күні қыздар қоңыр көйлек пен қара алжапқыш кисе, мереке күндері алжапқыштың ақ түсті болатын. Кеңестік мектеп формасы 1948 жылы пайда болды. Ол қымбат материалдан кашемирден тігіліп шықты. Қыздарға арналған көйлектердің түсі тек қоңыр болды. Бұл оқушыларды іскерлік көңіл күйге бейімдеп, көздерін шаршатпады. Мектеп формасы кез келген салыстыруды жоққа шығармады. Кім жақсы киінген дегенге. 1924 жылы 7 жастағы балалар алғашқы рет қазан айында қабылдана бастады. Сол кезде олар ұлы октябрь революциясымен бірдей болды. Сол үшін олар өз атына ие болды. 1 сыныпта олар октябрь белгісін мақтанышпен киді, ал 3 сыныпта олар ұяла бастады. Біз оны киюге соншалық кішкентай емеспіз деп ой туындады. Бұл уақытта бәрі пионер болуды армандады. Пионер галстугының әр аяғының өзіндік ерекше мәні бар. Үлкен бұрыш коммунистер, ұзын аяқ комсомолдар, ал қысқа бұрышы пионерияны білдірді. Пионер салютінде өзін ерекше мағына болды. Маңдайда жоғары көтерілген алақан пионер қоғамдық мүдделер және жеке мүдделерін жоғары екен білдірді. Ол кезде галстуктың 2 түрі болған, жібек және шпатель. Сыныптың жартысында шпатель болды, себебі жібек қымбатырақ болды. Бүлінген галстук үшін олар пионерін шығаруы мүмкін. Бұл оқиға әр бала үшін қайғылы оқиға болды. Пионер ұйымдары барлық әлеуметтік пайдалы жұмыстарды басқаратын штаб болды. Пионер штабының бұйрығын орындау мүмкін болмады. 70 жылдары елде қағаз жеткіліксіз болды. Бұл мәселені шешуге мектеп оқушылары қосылды. Олар макулатураны белсенді тапсыру үшін сыныптар арасында жарыс ұйымдастырды. Статистикаға сәйкес оқушылар барлық басқа кеңес азаматтарының қарағанда макулатура жинады. Металл сынықтарына келетін болсақ, зил сияқты алыптардың қалдықтарымен күресу мүмкін емес еді. Бірақ әлі күнге дейін кішкентай кеңес адамы қолданған
барлық нәрсені мектеп ауласына сүйреп апарды. Балалар металл сынықтар мен макулатураны тегін жинады. Оларды колхоздарға жіберді. Онда көкөністерді егу, жинау және сұрыптаумен айналысу керек болды. Бүгінгі таңда мұндай қоғамдық жұмыстар балалар еңбегін қинау деп аталады. Сол уақытта кейін бұл қалыпты болды. Кремді, шоколадты, жемісті балмұздақ кеңестік баланың сүйікті нәзіктігі. Ол өзінің аңызға айналған дәмі үшін әлемдегі ең қатаң деп саналатын бірыңғай мемлекеттік стандарттың қарыздары деп санаған. Барлық кеңестік балалар бір нәрсе жинады. Қыздар дәптерге кәмпит орамалары мұқият жабыстырды, ал ұлдар сіріңке қораптарынан жапсырмалар іздеді. Бірақ пошта маркаларын жинау ерекше сәнді болып саналды. Бақытты жазды өткізу Артек пионер лагері жолдамасы болды. Оны сатып алу мүмкін болмады, тек оны табуға немесе таныс адамдар арқылы алуға болды. Тіпті кішкентай кәсіпорындарында өзінің алғашқы лагері болды. Маусым айында бүкіл ел бойынша балалар деген жазуы бар әртүрлі автобустардың тізбегі оқушылардың бірінші ауысымда алып жүрді. Әр күні минуттармен боялған. Барлық қатаң ережеде бағынды. Кеңес пионер бос отырмау керек. Ал ұйқыға уақыт бергеннен кейін бәрі ұйықтап жатқан сияқты көрінді. Пионерлер корпусын тастап кеткеннен кейін балалар жастықтармен шайқасты, қорқынышты әңгімелер айтылса, көрпе астында шаммен оқыды. Және бір-біріне кішкентай балалардың тентек амалдарын салды. Ауысым соңында барлық қоштасу алауында жиналды. Адамның жады соншалықты реттелген, ол теріс естеліктерді жояды және тек қуанышты және бақытты қылдыруға тырысады. Әсіресе бұл жастық пен балалық шаққа байланысты болса, сондықтан миллиондаған адамдар үшін кеңестік балалық шақ уақытында өмірдегі ең жақсы және жарқын сәттер ретінде есте қалатын таңқаларлық емес. Демалыста және мектептен кейін таңертеңнен кешке дейін балалар аулада жоғалып кететін. Тіпті ата-аналардың айқайы оларды ойыннан тоқтатып, үйге шақыра алмаған. Ойындарға арналған жабдықтар қарапайым болды. Қыздар киім-кешек резеңкені әртүрлі биікте созып, содан секірді. Ойын аты резеңке жолақ деп аталды. Қыздар арасындағы тағы бір танымал ойыны бұл классика. Ол балалар банктер ойынынан бас салды. Олардың бір-біріне қойып кетіп соғып ойнайтын. Сынған хоккей таяқшасын ескі тұтқасы бита ретінде пайдаланылған. Шектеулі санды ойыншықтармен ұшқыр қиял көмектесті.